Сәлем достар, бүгін бізде 2-ші сыныптың математика сабағы 66-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы геометриялық фигуралардың жіктелуі. Бүгінгі сабақта сен геометриялық фигуралардың маңызды белгілерін анықтап, оларды жіктеуді үйренесің. Бірінші тапсырмаға қарайық. Геометриялық фигуралар жиынына қара. Бұл жиында неше элемент бар? Оларды ата. Оның элементтерін жиындарға бөл. Шыққан әр жиынды ата және әріппен белгіле. Осы жиындардың элементтерін жаз дейді. Ендеше бірінші сұраққа жауап берейік. Бұл жиында неше элемент бар дейді. Бұл жиында жалпы 21 элемент бар. Олар мына жердегі бұрыш, нүкте, конус, текше, қисық сызық, үшбұрыш, цилиндр, шаршы, дөңгелек, бесбұрыш, түзу сызық, сәуле, кесінді, қисық сызық, тұйықталған қисық сызық бар, тұйықталмаған қисық сызық бар. Осылардың барлығын санасақ, жалпы бұл жиында 21 элемент бар екен. Жазып қояйық. бір элемент бар. Енді оның элементтерін жиындарға бөл дейді. Енді элементтерді жеке-жеке жиындарға бөлейік. Мысалы, А жиыны деп алайық. А жиыны бұл жерде нүктелер жиынды. Одан кейін В жиыны деп алайық. В жиынын сызықтар жиыны деп алайық. Бұл жерде түзу сызық бар, тұйықталған қисық сызық бар, тұйықталмаған қисық сызық бар. Бұлардың барлығын сызықтар жиыны деп алайық. Одан кейін С жазық фигуралар жиыны. Және Д кеңістік фигуралар жиыны деп алайық. Және бұл жерде бұрыштар бар. А, Б, С, Д, Е деп алайық. Е жиыны бұрыштар жиыны болсын. Енді осы жиындардың элементтерін жазайық. Әрбір жиынды жеке-жеке элементтерге бөліп жазып көрейік. Мысалы, бірінші А нүктелер жиыны. Бұл жерде көк нүкте бар, қызыл нүкте бар және күлгін нүкте бар. Дәл солай жазып шығамыз. А жиынының элементтері. Көк нүкте, қызыл нүкте, және күлгін түсті. Келесі В сызықтар жиыны. Түзу сызық, тұйықталмаған қисық сызық және тұйықталған сызық. В элементтері. Енді ары қарай С жазық фигуралар жиынын жазайық. Элементтері үшбұрыш, шаршы, дөңгелек, тікбұрыш, бесбұрыш. Енді Д кеңістік фигуралар жиынының элементтерін жазайық. Куб, конус, пирамида, цилиндр. Енді Е бұрыштар жиыны. Оларға тік бұрыш, сүйір бұрыш және доғал бұрыш атады. Енді ары қарай екінші тапсырмаға қарайық. Дәптерге түрлі түсті қарындашпен нүкте белгілеп, кесінді, сәуле, түзу, бұрыш, сынық және қисық сызықтар сыз. Сен қандай бұрыш сыздың? Қандай сызықтар сыздың? Тұйықталған ба, әлде тұйықталмаған? Енді бұл тапсырманы мына жерге
Екінші тапсырма. Бірінші, түрлі түсті қарындашпен нүкте белгілеп, кесінді сәуле түзу бұрыш және сынық және қисық сызықтар сыз дейді. Бірінші нүктені белгілейік. Нүкте. Енді кесінді сыз дейді. Кесіндінің екі жағы нүктемен шектелген болады. Кесінді деп айтамыз. Ал сәуленің тек қана бір жағы нүктемен шектелген болады. Енді түзу сыз дейді. Түзу сызық шексіз кете береді. Және бұрыш сыз дейді. Сүйір бұрыш сыздық сынық және қисық сызықтар сыз дейді. Енді сынық сызықты сызып көрейік. Мынау сынық сызық. Сынық сызық. Кейін қисық сызықсыз. Қисық сызық. Енді сен қандай сызықтар сыздың дейді. Тұйықталған ба, тұйықталмаған? Мен тұйықталмаған қисық сызық сыздым. Егер тұйықталған сызатын болсақ, ол міне былай бірмен жалғасып кетеді. Бұл тұйықталған қисық сызық. Ал тұйықталмаған қисық сызықтың екі шеті шешіп кетеді. Енді ары қарай үшінші тапсырманы қарайық. Практикалық жұмыс: партаға төмендегі фигуралардың модельдерін қойып, оларды салыстыр, не байқадың? Бірінші, дөңгелекпен кез келген көп бұрыш. Бірінші дөңгелек сызайық. Үшінші тапсырмада дөңгелек сызайық. Және кез келген көп бұрыш сыз. Бес бұрышпен дөңгелек сызайық. Бес бұрыштың бес төбесі бар, бес бұрышы бар және қабырғалары тік. Қабырғалары бар. Ал дөңгелектің оның қабырғасы жоқ, төбелері жоқ және бұрыштары жоқ. Бірінші. Енді тік төрт бұрышпен тік төрт бұрыш дейді. Төрт бұрыш кез келген бола береді. Мысалы, мына жерде тұрған бес бұрышымызды да біз төрт бұрыш деп айтамыз. Ал тік төрт бұрыштың оның қабырғаларының бәрі тік болуы керек. Мысалы, бұл төрт бұрыш, қабырғасы тік емес. Мына жерде сүйір бұрыш, қабырғасы тік емес. Ал тік төрт бұрыштың оның қабырғалары градусқа екеуінің де төбелері төрт төбесі бар, төрт қабырғасы бар, бірақ шешектері тек бұрыш. Тік төрт бұрыштың қабырғаларының барлығы тік болады. Енді көп бұрыштар.
алты бұрышсыздың сегіз. Алты бұрыш және сегіз бұрышсыздық. Оның екеуінің өзгешелігі тек бұрыштарының санында. Біреуінде 6, біреуінде 8. Оған қасиеттері барлығы бірдей. Енді тік төрт бұрыш пен шаршыны салыстыр дейді. Тік төрт бұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең болады. Қарама-қарсы жатқан қабырғалары бір-біріне тең. Қабырғасы ұзындығымен ені. Мына А қабырғасы, ал шаршының барлық қабырғалары бір-біріне тең болады. Енді әрі қарай төртінші мысалдарды шығарды. Қарайық. 72-ден 32-ні азайтамыз, 40 шығады. 34-ден 22-ні азайтамыз, 12. 40-тан 12-ні азайтамыз, 28. Келесі, ақшаның ішін орындаймыз. 28-ге 32-ні қосамыз, 60. 70-тен 27-ні азайтамыз, 43. 60-тан 43-ті азайтамыз, 17 шығады. Арқарай 5-ші тапсырмаға қарайық. Мұз айдында 36 ұл және олардан 4-еуі артық қыз сырғанап жүр. Мұз айдында барлығы неше бала сырғанап жүр? Есептің берілгенін жазып, орындаймыз. Мұз айдында 36 ұл дейді. 36 қыз белгісіз, 4-еуі артық. Үшеуін табамыз. Бұл жерде барлығын табу үшін ұлдың санына қыздың санын қосуымыз керек. Ұлдың саны бізде 36 қосамыз. Қызды табу үшін ақшаны ашайық. Оны жазамыз. 36-дан 4-еуі артық кетсе, бізде 36 ақшаның ішіндегі бұл бізде қыздың саны. 36-ға 4-ті қосамыз. 40-ға 36 қосамыз. 76. Жауабы барлығы 76 бала сырғанап жүр. Енді әрі қарай 6-шы тапсырмаға қарайық. Дәптерге торкөз сызықтарының қиылысқан жеріне жасыл және көк нүктелер белгіле. Жасыл нүкте арқылы түзулер жүргіз. Неше түзу жүргізуге болады? Басы көк нүкте болатын сәулесіз неше сәуле сызуға болады? Бұл 6-шы тапсырма. Жасыл және көк нүктелерді белгіле. Бірінші жасыл нүктені белгілейік. Мысалы, мына бұл жасыл нүкте. Еді, осы жасыл нүкте арқылы түзулер жүргіз дейді. Мысалы, міне. Шексіз бірнеше түзулерді жүргізе беруге болады. Енді көк нүкте белгіле дейді.
Енді осы көк нүкте арқылы сәулесіз дейді. Сәуленің бір жағы нүкте. Оны да шексіз ете береді. Бірнеше сәуле жүреді. Шексіз. Белгілі бір. Жетінші тапсырманы қарайық. Фигураларды олардың қабырғалар санының өсу реті бойынша орналастыр. Енді осы фигураларға әріптерден құралған сөздерді оқы дейді. Мысалы, бұл жерде ең бірінші бұрышының саны кішкентай, бұл бізде үш бұрыш. Бірінші С, дан кейін төрт бұрыш П, төрт бұрыш, одан кейін бес бұрыш, одан кейін алты бұрыш, және ең соңында 1, 2, 3, 7 бұрыш. Сонда бізде спорт деген сөз шықты. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.